Қайырлы күн. Бүгін онлайн жүйесінде цифрлы технологияларды қолдана отырып, Plickers платформасы арқылы 7-ші сыныпқа тиімді сабақ өткізудің бір әдісін көрсететін боламын. Plickers платформасы бұл сабақта оқушылардың бәрінің жылдам бағалауға арналған ыңғайлы платформа. Plickers платформасына өте шағын, көп ешнәрсе қажет етпейтін, тек А4 форматтағы QR кодтар мен мұғалімнің бағалауға арналған планшеттерін қажет етеді. Ол үшін бізге ноутбукте Google браузерге plickers.com сайтын енгізіп, осы сайт бойынша біз жеке кабинетке өтетін боламыз. Осындай кабинеттерден тұратын біздің Plickers платформамыз. Мына жерде 7-ші класс, 7-ші А класстарға бөліп қойдым. Бұл жерде New класс батырмасын басамыз. Классымызды жазып белгілеп қоямыз. Мен мысалға 7-ші класстарға сабақ бергендіктен 7-ші класс батырмасын басамын. 7-ші класс деп жазып кабинет толтыратын боламын. Міне бізде кабинеттеріміз дайын, класстарымызға бөліп алдық. 7-ші 2 класс, одан кейін 7-ші А классы. 7-ші А классында менде міне Жаслан, Мансұр, Нұрасыл оқушыларым бар. Міне Жаслан, Мансұр, Нұрасыл оқушыларыма осы номер бойынша QR код берілетін болады. Одан кейін біз New Set тапсырманы қаншалықты деңгейде жетік білгенін, оқушылардың қаншалықты дәрежеде бүгінгі тапсырманы қорыта алғанын тексеретін боламыз. Бұл New Setте біз тесттер құрастырамыз. Оқушылардың смартфондарына біздің қойған сұрақтарымыз бір уақытта шығып тұрады. Бұл бағдарлама арқылы біз барлық сыныптағы оқушыларды жарты сағаттың ішінде бірдей тексеретін боламыз. Міне бізге сұрақтарымыз шықты. Мысалға, мына жерге өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз, мына жерге өзіңіздің жауаптарыңызды жазасыз. Мысалға, қазақтың ұшқыш қызы Ұлы Отан соғысы қай жылы басталды? Пулеметші батыр қыз, сол сияқты сұрақтарымызды дайындап қойдық. 17 жасар майданға аттанған қыз Ақтөбе облысының Қобда ауданы Бұлақты ауылында туып өскен батыр қыз Алия Молдағұлова. Осы сияқты біздің жауаптарымыз біздің платформамызға шығып тұрады. Одан кейін біз мына жерде бұл батырманы басатын болсақ, қай класстар сіздің осы сұрақтарыңызды көре алады, сол класстарға жіберетін боламыз. Одан кейін міне мына жерге суретте қондыруға болады. Бұл өте таптырмайтын платформа. Барлық оқушыларға қызықты. Осы қазақ тілі сабағында осы бағдарлама бойынша сабақ өткізгенде 100% оқушыларға ұнаған болатын. Өйткені бұл бағдарламаны көп ешқандай студенттер, көп ешқандай апайлар, көп ешқандай практиканттар қолдана бермейді. Сондықтан оқушыларға қызықты. Одан кейін А4 форматпен, қағазбен QR кодтарын таратқан кезде олардың назары ауады. Осы сұрақтарды олар өздерінің смартфондарында орындайтын болады. Одан кейін бізге мына жерге қай оқушының қай деңгейде сабаққа дайын болғаны мына батырманы басқан кезде шығып тұрады. Бізде әзірге ешқандай оқушы бұл тапсырманы орындаған жоқ. Сол үшін бізге қазір бос бет шығатын болады. Оқушылар орындаған жағдайда балдары қасына өздері есептеліп шығады. Бізге бұны тексеріп отыруға да көп уақыт кетпейді, және де өзіміздің уақытымызды осымен үнемдейміз. Біз бұл платформа арқылы барлық класстан бір уақытта тест нәтижелерін алатын боламыз, және оларды тексеріп жатуға уақытымыз кетпейді. Барлық оқушылардың өздерінің қойған белгілеген сұрақтары осы жерде шығып тұратын болады. Назарларыңызға көп рахмет.
осы платформаны қолдануға сіздерге кеңес беремін. Жақсы, көп рахмет. Сау